Lanetli көрсетіңдер өзі құдағымен бап сақшыды. Жарайды! Не көрсеттім екен? Қандай байлығын көрсетсек екен? Үлкен ұлы асыл тасты жүзік салған қолын көрсетіп, менің байлығым алтын байлығы сол ақылды депті. Екінші ұлы алтын тасты әшекеленген киімдерін киіп келіп, мені осы көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас дейді. Үшінші ұлы күміспен және асыл тастармен әшекеленген белдігін буынады да, ондай белдік ешкімде де болған емес дейді. Ал сен неге демейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың? Менде асыл тасты жүзікте, сәнді киімдерде, асыл тастармен әшекеленген белдік те жоқ. Мен сүйген қолым, қайрат берген қолым, жүрегім ғана бар. Жарайсың балам, сен менің мұрагерім боласың. Біздіңше, біздің де еңбегіміз бар ғой. Ал ендеше өз қолдарыңнан жасалған бұйымдарды әкеліңдер. Ал бұл не? Бұл диірмен. Осымен халқымыз тоқ болады, нанымыз көп болады. Жаңбырмен жер көгерер, еңбекпен ел көгерер, сен менің мұрагерім боласың. Бірлігі жоқ, ел тозады. Бірлігі көп, ел озады. Тұқа кенже ұлының жауабы ұнайды. Ол өзінің мұрагерім болады деп кіші ұлын атапты. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпауды өсиет етті. Бүгінгі байлық пен ақыл ертегісіне қатысқан оқушылар: Шал, Орыстар Шумрат, үлкен ұлы, екінші ұлы, Нұржан Берді, үшінші ұлы, төртінші ұлы,